За. За. За одоо бас. Сайн байцгаана уу? Орой минь хүргэе. Бүгдэнд нь орой Хоёр деген. Если жатма? 1 минут би sized ханстгаа. Давайте он танцтар. Орой минь бүгдэнд нь орой минь хүргэе. За бүгдээрээ төвчээртэй сайхан хүлээгээд суусан баярлалаа. Маш их баярлалаа. За өнөөдөр одоо уламжлалт ёсоор Динара ховсчонтойгоо өнөөдрийнхээ лайвыг эхлүүлж байна. За манай Динара маань ерөнхийдөө гадаад дотоодод маш олон газруудад яг ховсоороо яг мэрэгшсэн. Тэгээд 5-аас дээш жилийн туршлагатай манай монголчуудтай хүртэл ажиллаад нэг жил болж байгаа. Тэгэхээр олсон хүмүүс маань мэдэх бах. Энэ мэрэгжлийн чадварлаг ийм ховсчин одоо манайхаар бол ховсчин орсороо бол gift therapy байгаа. ПФР дегенimiz психофункционалдык разблокировка жанагы психофункциональный шешим. Мына биздин психика менен денемиз тыгыз байланысты. Сол себептен осы нени жакшы методду жүзүгө асырып, зерттеп, осуну колдонууга шешип, ушум, короче, биздин баарыбызды окутуп, осы адам баласынын мынау психикасын дурустап, дене аркылуу, өйткөнү бүкөл эмоциянын баардыгын биз денемен кабылдайбыз. Пока осуну перевод жасабаңыз. За өнөөдрийнхөө бид нар ховсынхоо өнөөдрийнхөө лайваараа бид нар хамгийн шин ерөөсөө Монголд урд өмнө хаанч хинч хийгээгүй нэгэн эмчилгээний талаар ярьж байгаа. Энэ болохоор PFR гэдэг эмчилгээ. 3 товчилсан үгний товчлол буюу эхний үсгээр нь PFR гэдэг нэрлэдэг байгаа. За энэ маань болохоор юу гэсэн үг вэ гэвэл монголоор ерөнхийдөө бид нар биетэйгээ илүү ажиллана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нарын сэтгэл зүй бид нарын бие хоёр нэгт холбоотой. Тэгээд тийм учраас бид нар өөрийнхөө эмоцууд буюу сэтгэл хөдлөлтүүдийг дандаа бие дээрээ ингэж хүлээж авч яадаг, бие дээрээ нааж идэг гэсэн. Бид нар баярлсан ч, гомдсон ч бүх травманууд маань бие дээр сууж байдаг гэсэн. За ингээд бүгдээрээ бие дээр суудсан юм чи одоо энийг бид нар биеэс гаргахын тулд энэ эмчилгээ буюу өнөөдрийн бид нарын танад хэлж байгаа тэр PFR гэдэг эмчилгээ маань хэрэгтэй гэсэн. Мысал үшін келтіретін болсақ, біз мына эмоция дейміз да. Эмоция негізі мынау күн суыған кезде, күн ысыған кезде біздің бірінші денеміз қабылдайды оны да. Ой, біз ыстықты, салқынды, жаңада тағы да біреу немесе пышақ алып келе жатса сізге, сіз оны денеңіз тітіркеніп, анау өзін өзі қорғай бастайды. Сол себептен әр психикаңызға сіздің бір зақым келетін болса, ол сіздің денеңізге зақым келеді деген сөз. Бір нәрседен қатты қорқып қалсаңыз, сіздің ол денеңізде болады. Соның барлығын шешіп, адамның ішінде внутренний конфликт, ішкі конфликт болады. Өзіңмен өзің конфликт болады. Мысал үшін сіздің өзіңіздің миыңызда да, о басыңызда мен мынандай әдемі адам, әдемі келбетті әйелмін, қызбын деп өзіңізді санасаңыз, бірақ сырт көзден басқа 3-4 адам сізге жаман сөз айтатын болса, сен семізсің, сен әдемі емессің, анау да мынау деген сияқты. Сол адамдардың сосын жаңағы сіздің сөзіңіз бір-бірімен сәйкес келмейді. Сол себептен сізде мына денеңізде внутренний конфликт деген пайда болады. Сол конфликттарды шешеді, блок болып саналады, оның барлығы әр жерімізде, денемізде жиналып бастайды. Осының ішін ет беріңіз. Музақта болып кетті ғой, деймін, басым ұмытылып жатыр. Бид нарын сэтгэл зүй маань биетэйгээ нэгт холбоотой гэсэн тийм. Жишээлх юм бол тань руу хин нэгэн хүн хутга бариад ирж ивэл бид нар биеэрээ тэрийг одоо хариу үйлдэл үзүүлдэг тийм. Биеэрээ ингээд тэр хутгаанаас зүхтаах ч юм уу ингээд биеэрээ хариу үйлдэл үзүүлдэг. Бид нар ямар нэгэн зүйлээс хүчтэй айлаа гэхэд бас бие маань хариу үйлдэл үзүүлдэг. Бие маань өөртөө хүлээж авдаг. Яг тийм учраас бид нарын энэ бие дээр бүх одоо нөгөө блогууд зөрчлүүд бүгд бие дээр үүсдэг, биеийн дээр үүсдэг, биеийн бүх хэсэг дээр зөрчлүүд үүсдэг. Жишээлбэл тань өөрийгөө дотроосоо тэгэд одоо тархиараа
та өөрийгөө би үзэсгэлэнтэй, би хөөрхөн, би одоо галбирлаг гэж бодож байхад гаднаас 4 5 хүн таныг ирээд одоо нэг нь чи тарган, нэг нь чи царай муутай гэж хэллээ гэхэд таны одоо гаднаас авж байгаа мэдээлэл, таны доторх мэдээлэл хоёр төр зөрчил үүсэж энэ нь үр дүнд нь одоо блок болж бидний бие дээр оршиж байна, наалдна гэсэн, наалдаад байж гин гэсэн. Яғни сол денеңіздегі бүкіл блокта жаңағы жаман айтылғанына бәріміз совет заманында өмір сүрдік, бәріміздің миымызда ақша туралы, жаңағы махаббат туралы, тағы да байлық туралы деген сияқты кері дұрыс емес программалар бар. Сол программалармен сосын сіздің өзіңіздің миыңыздағы тоже сәйкес келмейді. Олардың барлығы жаңағы конфликт туындатады ішіңізде, денеңізде. Сосын мысал үшін, сосын бір нәрседен сіз қорғанатын болсаңыз бұл өмірде, да, сіз өзіңіздің ішіңізге, жаңағы денеңізге артық керек емес майларды жинап бастайсыз. Не себептен? Өйткені мына психикаңыз сіздің шешті, что сізге жамандық бүйтіп келген, тікелей келіп ұрғаннан жұмсақ май арқылы ұрған жақсырақ тиеді. Сол себептен біздің психикамыз осындай майларды жинайды. Сол себептен әйел адамдар, көп еркек адам болсын, әйел адам болсын, несі жоқ, сондай майларды жинап бастайды. Орысша кетіп қала береді менде. За бас нэг биедэр бид нарын одоо блогууд, бүх зүйлүүд маань байдгийн бас нэг жишээгээр тайлбарлах юм бол биен дээрээ бид нар жишээлбэл хамгаалтын бүлгүүдийг бас үүсгэж байдаг. Тухайлбал саяных гаднаас таныг хүмүүс одоо ирээд чи царай муутай, чи тарган, одоо чи ийм тийм гэж хэлж байгаа тэр дайралтуудаас хутга аваадгүйгээд ирж байгаа тэр зүйлээс та өөрийгөө хамгаалахын тулд бид нарын сэтгэл зүй маш ухаантай, бид нарын тарих маш ухаантай. Таны бие дээр одоо илүү өөхлөлтийг, одоо тархалтыг үүсгээд тэгээд та нөгөө нэг одоо энэ ховчин маань хэлж байна л да, тэр гадны зүйл маань ирээд одоо тань дээр шууд ирээд дайрах биш, одоо ядаж тэр юм маань ирээд тэр өөхөн давхраг буюу тэр тархалтан дээр тэр өөх дээр ирээд одоо цохилт үүсвэл арай биднэрт зөөлөн тусна тийм үү. Тэгээ яг тэрнүү шиг бидний одоо тэгэхээр тэр хүний хувьд бол тархалт гэдэг бол тухайн хүнийг гадны тэр айдас бусад юмнаас хамгаалж ийн гэсэн хамгааллын механизм явагдаад байна. Тэгэхээр бие маань яг ингэж бүх зүйлийг өөртөө авч нааж өөрийгөө хамгаалж байдаг. Би даалт хумсартай шууд холбоотой. Бәрімізді кішкентай кезімізде жаңағы СССР кезінің уақытысында, бәрімізді бір программамен өсірді. Бәріміз матрицаның құлымыз. Программа дегенде сіздерді мынау айта кетейін, бәрімізге бір солдат, бір робот сияқты болуымызды қалайды. Не себеп? Өйткені ондай адамдарды қалай айтсам, управлять, басқаруға өте оң. Сол себептен бәрімізді бір жаңағы неге вакуумға салып қойғандай, бәрімізді бір матрицаға тығып тастаған. Бізге естеріңізде болса, аталарымыз, әжелеріміз, аналарымыз, әкелерімізді бізде соны көріп өстік. Мысал үшін, жылама, үніңді шығарма, күлме, көп күлсең сен жаңағы жылайсың, сосын барып егерде жаңағы жыласаң көзің ағып кетеді, тағы да сондай жаман негативті мынау миға вроде бы қарап тұрсаң, вроде бы ешқандай реніш жоқ, не сөз сияқты, бірақ ол біздің мынау санамызға келеді, түп санамызға келеді, тық етіп программа өтеді. Сондай эмоцияларды шығара алмайтын адамдар болады, жүректерін жауып қойған. Не үшін? Так, осы жерден тоқтайын, сіз нетіңіз, сосын ары қарай кетемін. Содан мен сізге беремін, бағытларында беремін информация, соған байланысты айтайық. Уақытымыз аз.
Тэгээд одоо бид нар бүгдээрээ социализмын тэр үед өсөж өсөж сорилсон. Тийм учраас бид нар нэгэн төрлийн матрицын дотор өссөн гэсэн үг. За тэгэхээр бид нарыг дандаа нэг юм гүйцэтгэгч маягтайгаар хүмүүжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүнийг тэнэг байх тусам захирах амархан гэдэг шиг бид нарыг одоо ямар нэгэн юм ингүүл айн болохгүй, тэгж болохгүй, ингэж болохгүй одоо тий их инээж болохгүй тэгвэл уйлан ч гэдэг юм ойлгох хөгтийн гээл ингээд янз бүрийн байдлаар програмууд суулгаж за тэр сөрөг програмууд маань бид нарын даалгавар хэмжээгээр маш хүчтэй шингээд бид нар өнөөдөр тэр суусан програмуудаа итгээд тэр үйлдэлүүдийг хийгээд явж байгаа. Энэ бүгд одоо бид нарын даалгавар хэмжээнд сууж байгаа програмууд гэсэн. За энд сууж байгаа хүмүүс маань нэг хоёр зүйлийг ялгах хэрэгтэй байх шиг байна. Нэг нь юу гэвэл нэг нь гипнотерапи буюу гипноз буюу ховс. Нэг нь одоо бид нар энд яриад сууж байгаа бид нарын биедээр хийгдэх одоо англиар бол body therapy, орсоор болох юм бол одоо PFR therapy-гийн талаар ярих байгаа. Тэгэхээр бид нар хоёр юмны талаар одоо Pfizer-ийн хоёр төрлийн эмчилгээ хийх гэдэг байна. Тийм ээ манайхаа одоо хоёр төрлийн эмчилгээ хийх гэдэг байна. За нэг нь болохоор гипноз гэдгийг бид нар орсоор одоо монголоор ховс гэж орчуулад байгаа. Ховс та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Бид нар онлайнаар цаг аваад ховсонд гипнозод одоо манай Динара ховсчтойгоо орж байгаа. Одоо өнөөдөр бид нар нэг Б гэдэг юмыг хэлж байгаа. Шинэ одоо эмчилгээ бид нарын одоо энэ гипнозаас илүү хүчтэй бид нарын биедээр байгаа зүйлүүдийг харьцуулдаг эмчилгээний талаар өнөөдөр ярьж байгаа шүү манайхаа. Тэгэхээр энэ яадаг эмчилгээ вэ? Энд ямар хүмүүс орох вэ? Энд ордогоос энэ юугаараа ялгаатай вэ гэдгийг одоо бид нар ярив. Одоо би асуугаад өгье. Миний айтсан гипноз гэдэг нь Бразил галт байламбай еблекшл бол айтдаг. Энд біз бүгін PFR туралы айтқан жатырмыз. Бұл екеуі қандай айырмашылығы бар? Мүмкін ішінде мынаның ішінде біреу ойлап отырған шығар, маған қайсысы керек деп. Мүмкін біреу қандай симптомы бар адам жаңағы PFR-ға кіру керек. Оған жаңағы гипноздан қарағанда PFR-ға кіру керек дегенді негізі анықтап айтсақ адамдар мен кіру керек екен деген сияқты. Панический атак қайсысы кіру керек деген сияқты. Гипноз ол жеке адаммен жұмыс жасаймыз. Сосын ол сөйлесу арқылы болады. PFR екеуінде де гипноз қолданады. Транс адамның состояниесі мынау глубокое тұңғиық рахат состояние, ләззат состояниеға кетеді. Расслабление қалай? Расслабление. Тынығу. Расслабление, тынығу кетеді. Сосын барып сөйлесу арқылы жаңағы гипноз. PFR жаңағы өзінің определенный өзінің бір точкалары бар. Сол жерді басқан кезде адамның өзінің эмоциясы шығады. Қысылып қалған кішкентай кезінен, үлкен кезінен жаңағы неше түрлі жаңағы бүкіл айта алмай жүрген, айтқысы келсе де айта алмай жүрген, айта алмайтын адамдарға өте жақсы болады PFR. Гипноз мынау сөйлесетін ішкі жаңағы бүйтіп бәрін отырып алып қозбалайтын гипноз. PFR ол сөйлескенді жақсы көрмейтін жаңағы мына дене арқылы сыртқа қарай шығарып тастайды. Абреакция дейді ол. Мына дене өзі бойындағы керек емес блоктардың бәрін сыртқа шығарады өзінің. Ол әркімдікі әртүрлі. Біреу жай жатып, деп жатып, просто жатқанның өзінде де уже анау мида, түп санада уже жұмыс жүріп бастайды. Біреулер айқайлайды, біреулер ұрады, жаңағы біреулер болса жаңағы тебінеді. Әркімдікі әртүрлі, потому что әр адамның өзінің биологиялық несі бар, ритм бар өзінің. Әркім әртүрлі шығарады бойынан. За тэгэхээр манайхаа ойлгомжгүй зөвлөл доор бичээ суугаараа яг анхаарлаа маш сайн төлрүүлээ суугаараа яг хэдхэн минут бид нар яриад энэ сэдвийг дуусгах учраас маш чухал ач холбогдол өгөөд суугаарай манайхаа. За ховсыг ярьсан тий. Ховс гипноз буюу ховсод бид нар ер нь одоо түлхүү
өөрийнхөө хоёулаа адилхан ховс хийгдэн. Гипноз гэдэг дээр нь ховс гэдэг дээр болохоор бид нар илүү өөрийгөө ярьж илэрхийлэх дуртай, дандаа ярих дуртай тийм хүмүүс ховсоороо ерөнхийдөө өөрийгөө ярьж илэрхийлээд тэгээд одоо гомдлууд аваад үгээрээ амаараа ярьж хэлээд тэр имчилгээний үед гаргаж одоо тэр блогуудаа гаргадаг бол саяны Туфьяр гэдэг байгаа бид нарын өнөөдрийн бие дээрх терапи, бие дээрх эмчилгээ гэдэг байгаа маань болохоор амаараа үг ярьж чаддаггүй, нэг дотгошоогоо чиглэсэн харьцангуй олон юм ярих дурггүй, ер нь баг тэр травмагаа хүнтэй ярихч дурггүй. Тийм хүмүүс ярихгүйгээр юу ч ярихгүйгээр одоо биеинд тэр блогуудыг гаргана. Зарим нь зүгээр л ингэж хэвтэж явахдаа тэр трансад мэдээж орно шүү дээ. Трансын дараа зүгээр хэвтэж яхад би өөрөө мэдээж тэр блогуудыг гаргадаг. Хүүхний онцлог өөр. Зарим нь одоо орилдог ч юм уу, зарим нь газар өшгөлдөг ч юм уу ингээд янз янзын бид нар тодорхой газрууд дээр нь дарж өгнө, бие дээр нь угаасаа туслана. Тэгээд тэр хүмүүсийн маань бие тэр блогуудыг өөрөөсөө зайлуулдаг байна. Яг л одоо нөгөө та нар маань ингээд бодчих. Өөрсдөө нэг юм хорт бодисуудыг ингээд өөр дээр авцсан. Одоо тэр нэг хорт бодисыг яаж гаргах вэ? Энэ нэг далд хумзар гэдэг юмнаас яаж гаргах вэ гэдэг шиг тиймэр юм ингээд ойлгочих хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хорт зүйлийг зарим нь газар мазар өшгөлөд орилж чалаад хашгичаад одоо тэр үед ингээд тэгээ манай одоо ховсч маань мэдээж байна тий дарж мараад бүр орилж чалуулаад ингээд туслана. Нөгөөдөл хүмүүс маань амаараа ховс маань одоо ингээд яриад одоо чи дугаа ярин гэдэг нөгөө хүнлээ яриад ингэж ялгаатай. Айтсан. Молодец. Сол себептен сөйлескенді жақсы көрмейтін ішінде қысылып қалған эмоцияларды осы ПФР-мен өте жақсы шығаруға болады. Көп адамдар өйткені мынау неге гипнозға келгенде қысылады. Сөйлесе алмайды, ішіндегісін айта алмайды, шығара алмайды. Өздерінің эмоцияларын танымайтын адам көп. Эмоция танымақ түгілі адам өзінің шын мәнінде дем алу білмейді. Біздің осы қазір мен жұмыс істеп жатырмыз ғой. Мұрныңызбен тынық дем алыңыз деп айтып жатамыз. Бірақ ауызбен дем алады. Тіпті дем алмайды. Даже осы мына адамның тыныс алуының өзі өте маңызды. Сол арқылы біз жаңағы расслабленияға келеміз ғой. Адамды біз қазір барлығымыз жиналып, осылай бәріміз бір-бірімізді үйретіп жатырмыз. Осындай өзін өзі жақсарту, жаңағы жаман керек емес, жаңағы эмоцияларды шығару. Осы екі метод өте керемет, екеуі де. Бірақ өзіңіз білесіздер, сізге сөйлеу керек болса, айту керек болатын болса, сізге гипноз керемет келеді. Егер де сіз сөйлегенді жақсы көрмеймін, лучше мен өзімен өзім жаңағы денем дірілдетіп, денем өзі шығарып тастағанын қалайтын болсаңыз, ПФР күшті көмектеседі. Вот. Жанар сіз қайда қашып кеттіңіз? Манайхаа ойлгогдож байна уу? Ер нь асуудлууд маань манайхаа бас нэг чатаар асуугаад суугаарай. За ховсын эмчилгээ маань тий гипноз маань ямар гипнозын үеэр та нар маань одоо зарим хүмүүс маань зарим мэдрэмжүүдээ дутуу хэлдэг. Зарим маань одоо бүр мэдрэмжүүдээ ялган таньж чаддаггүй. Ямар мэдрэмжүүд өөрт нь мэдрээд байгааг ч ялган таньж мэдэхгүй байдаг хүмүүс зөндөө. Зарим нь бүр буруу амьсгалаад байдаг. Амаараа амьсгаа аваараа гэдэг хахад одоо хамраараа аваараа гэдэг хахад амаараа аваад байдаг ч юм уу. Ингээд ховсын үед зарим мэдрэмжүүдийг хүн ичээд нуудаг, дардаг зарим мэдрэмжүүдээ. Тэгээд зарим мэдрэмжүүдийг ялган таньж чадахгүй байдаг. Тэгвэл Туфьяр гэдэг өнөөдрийн бид нарын хэлээд байгаа шинэ эмчилгээ маань яадаг вэ гэвэл бие маань бид нар юу ч хэлэх шаардлагагүй. Одоо бие маань өөрөө бид нар та нарын бие дээр хүрээд одоо энэ хүмүүс маань та нарын бие дээр хүрээд ингэн бие нь өөрөө гаргана. Та нараас юу ч асуухгүйгээр юу ч яриулахгүйгээр бие нь өөрөө ингээд одоо түрүүний үйл хөдлөлүүдийг хийгээд өөрөөсөө гаргаад хаяна гэсэн. 3 өдөр болно. Дараалаад 3 өдөр, нэг өдөр 1.5 цаг, 2 дахь өдөр 1.5 цаг, 3 дахь өдөр 1.5 цаг. Дараалаад биеэсээ гаргах нь штэ. Зочин та минь камера хаагаарай, микрофон хаагаарай. Айтайвэрнэс. ПФР-ның бір жақсы жері
группаларды жинаймыз ғой. Сол группаларды жинаған кезде бір адамда шыққан эмоция екінші адамға мынау цепочка ретінде беріледі да. Мынау не как ее аудиторияда не ойнайды. Ана энергия деген поле деген создаваться етілген кезде бір адамның шыққан эмоциясы екінші адамға өтпейді. Просто бір адамда көтерілген эмоция екінші адамда көтерілуі мүмкін. И сол арқылы бір-бірінікін күшті жаңағы жұмыс жасауына көмектеседі. Бұл жерде үлкен керемет үлкен энергия жұмыс жасайды. Гипнозда сіз жалғыз өзіңіз боласыз. Ол жерде сіз, мен, сосын жаңағы аудармашы 3 адамның ғана полесі да. Группада ол 10 адам. 10 адамнан ары қарай үлкен көп сондай керемет үлкен энергия, үлкен поле создавать етіледі. Ананың ішінде деген енді өзіңіз бір айтсам болады сізге бір жишээ наа ингээд саудагийн юу байгаарай суудаа. өгсөн байхгүй юу? өзіңіз өшіп тастауыңыз Хаах байна уу? Энэ одоо яриад байгаа камеруудыг хаах. За 10 минут үлдсэн байна. Харин тэгсэн байна. Окей. сол нені сол энергиямен күшті адам деген арылады өзінің негативті эмоцияларынан. Өздеріңіз көргендей жаңағы видеода көріп жатқан шығарсыздар да. Оны қазір көрсетеміз. Сол видеоны бір көрсетіп қоймасақ, кейбір адамдар не болып жатқанын білмей жатқан сияқты гипноз сұрап жатыр. Қалың сұрақ. Қазір мен айтып беремін. Сізге 10 минуттан кейін үзіледі деп жатыр. 10 емес 8 минуттан кейін үзіледі. Қайтадан сеткамен кіреміз. Жаагийн авдар жүрейін. Тэгээд саяных өнөөдрийн бидний хэлээд байгаа PFR гэдэг эмчилгээ маань болохоор группээр болно. Нэг 6-7 хүн ч юм уу нэг группээр болно. Ингээд энэ таны хажууд байгаа А гэдэг хүний одоо бүх мэдрэмжүүд нь сэрээд тэр хүмүүс одоо ойрлж чарлаад хашигдах ч юм уу те. Ингээд мэдрэмжүүдээ гаргаж байхад хажууд байгаа Б гэдэг хүн маань тэр одоо тэр энергийн тэр долгион хэлбэлцэлд ороод тэр хүний бүх мэдрэмжүүд өөрөөсөө өөрөө бас гарч эхэлнэ. Ингээд яг нөгөө нэг дагаад бүх мэдрэмжүүд маань бас гарч эхэлнэ. Одоо энгийн ховс буюу гипнозын үед бол та ганцаараа байна шүү дээ. Ганцаараа ховсчонтойгоо хоёулаа байна. Өнөөдөр бидний биеийн эмчилгээ мал та ингээд бүр ховсчны хаажууд биеэрээ байж агаад газар хэвдэж агаад таныг ингээд унгаагаад хэвдүүлээд за ингээд эмчилгээ маань эхэлнэ. Ингээд биений энэ тэсэг хэдгээ дарна те хажууд нэг хүн ойрлож байна. Энд нэг хүн эмчилгээгээ гаргаж байна. 5-6 хүнээс бүрдсэн групп эмчилгээ болох учраас тэр үед энерги гэдэг зүйл маш өндөр болно. Маш өндөр. Тэгээд та ингээд чимээгүй энерги гаргадаг хүн байсан бол гаргаж чаддаггүй хүн байсан бол хажууд ч байгаа хүн орилж чарлаад юмаа гаргаж байхад та тэр нөлөөнд нь автаад та бас юмаа гаргаж эхэлнэ. Ерөөсө хин ч хинээс ичихгүй тийм одоо орчин бүрддэг. Тийм энерги бас бүрддэг. Илүү хүчтэй та нэг дор бага оролдоор биеинд байгаа бүх сөрөг програмаасаа ангижрах боломжтой гэсэн. За одоохон 6 минут үлдсэн байна манайхаа. 6 минутын дараа хасараад дахиад бид нар линк өгөөд орноо. За энийг дараагийн уулзалт эхлэн гут би та нарт энэ PFR яаж хийгддэг видеог харуулна. Манай ховч маань өөрөө хийсэн. Нэг хэдхэн минут хүрхгүй бичлэгийг бид нар үзчихэд үргэлжлүүлээд та нар манай асуух зүйлүүд асуугаарай. Сізден бір сұрақ сұрап беріп айтыпты, соны сұрақ берейін. 5 минуттың уақытымыз бар екен. 5 минут деп айтам ба. Ховс хэдэн дур болох том өгөөд за шинэ баяраа, ил шинэ баяраа манай пэйж руу чатчихэд гипноз буюу ховсын мэдээллийг аваарай. Хүүхэд орох боломжтой шүү. Хүүхэд орох боломжтой. Он жастай қыз баланың басы ауырып, іші қайта-қайта құсқысы келетін ұқсаған іші сондай болады дейді. Бұған гипноз бола ма деген сұрақ келіпті. iPhone 8 гэдэг хүний асуултыг тавьж байна. 17 настай хүүхэд. Сіздің микрофоныңыз жауып тұр ғой деп. 17 настай хүүхэд ойр орхон толгоо өвдөж. болады. 17 настай хүүхэд ойр орхон толгоо өвдөж гэдэг хүн маань ховсын эмчилгээнд орж болно шүү. PFR да болады яа? PFR да болады. И болады. Энэ iPhone 8 гэдэг энэ бичсэн 17 настай хүүхэд гэдэг маань энэ өнөөдрийн бид нарын хэлж байгаа PFR эмчилгээч болно. PFR-ын эмчилгээч болно.
Так, запрет кімге болмайды? Соны айтып кетейік. Екіқабат әйелдерге болмайды, пифер. Сосын барып жаңағы уже депрессиясы бар адамдар, психологически ауру адамдар. Сосын тағы да анандай уже неме этот тағы да басқа отклонениялар болады ғой. Миы дұрыс жасамайтын сондай кісілерге болмайды. Тек қана несі психикасы, не дұрыс, бірақ этот блоктары бар адамдарға болады. Ужин деп қалың сұрақ 4 минуттың ішінде үлгереміз ба? Гипноздан кейін өзімізді қалай қорғап жүруге болады деп, қалай ұзақ уақыт сақтап жүруге болады деп айтты. Сол күйді ғой деймін. Гипноздан кейін негізі сіздің түп астындағы қатпарлы нелердің барлығы оянып бастайды. Көтеріледі эмоцияларды. Бүкіл біз эмоцияларды былай үстіне жинай береміз ғой. Олар сразу жаңағы проживать етіп лақтап тастамаймыз ғой. Солар көтеріледі. Сол кезде барлығын негізі мен көбінесе жақсы сеанстарға келіп, бүкілін тазалап, бәрін проживать етіп жіберуге кеңес берем. Өйткені бір адамдар 1-2 ғана неге сеансқа келеді да, сонымен тастап кетеді, олай болмайды негізі. Кем дегенде 3 сеанстан 8 сеансқа дейін, егерде сіз шынымен де өзіңізді деніңізді, психикаңызды дұрыстап емдеймін дейтін болсаңыз, 2-3 сеанстан 8 сеансқа дейін мен сізге кеңес беремін. Особенно темекі тастау деген. Мен өзім темекіні гипнозбен тастадым. Мен темекі шегетім. Арақ, темекі, сосын барып жаңағындай карта ойнайтын тағы да басқа нелер бар ғой. Соның барлығын гипнозбен кетіруге болады. Бірақ 1-2 сеанспен ол шешілмейді, мен сізге сразу айтам. Ол ертеге емес, ол өте күрделі жұмыс. Түп санамен күрделі жұмыс жасау. Мен адамның өзі жұмыс жасайды. Үчнийхээс хариултанд хариулаад энэ удаагийнхаа одоо юу маань дуусаад дахиад бид нар линк өгөөд дахиад орно. За энэ манайхаа. За үчингийн хариултанд ингэж хариулсан маань хэрхэн ховсын дараа байдлаа удаан хадгалах вэ гэдэг дээр ихэнх монголчууд маань одоо 2 удаагийн ховсонд ирээд тэгээ хайчаад байна. Яг үнэндээ хэрвээ та үнэхээр өөртөө хайртай, үнэхээр та одоо эндээс үр дүн хүртъя гэж бодож байгаа бол ерөнхийдөө багадаа 3 удаа, ихтэй 8 удаа орох хэрэгтэй. Энэ үед танд жинхэнэ өөрчлөлтүүд бол гарч ирнэ. За жишээлбэл тэр тамхи татдаг, дондогцтой, нойргүйдэлтэй одоо ийм хүмүүс маань жишээлбэл ховсч өөрийгөө хэлж би тамхинаас ховсын аргаар гарсан гэж. Тэгэхээр энэ үед ганц 2 ховс бол болохгүй. Энэ бол эд шид биш. Энэ бол таны дотор бүх зүйлийг гарган тэр бүх ингээд гараар өдөлжинтэй ингээд дээрээс нь дарагдсан мэдрэмжүүдийг бүгдийг гаргах учраас энэ ховсод 1-2 удаагийн орох бол хангалтгүй. Ихэнх хүмүүс 1-2 удаа хаяад байгаа нь болохгүй шүү. 3-аас 8 удаа орох хэрэгтэй гэсэн байна. За үжингийн хариултанд ерөнхийдөө хариуллаа гэж ойлгож байна. Тэгээд энд нөгөө хүмүүс асуудаг ховс хэр удаан барих вэ гэж асуудаг. Ховс удаан барина гэсэн ойлголт байхгүй. Энд ямар кодлоод хүн яаж байгаа биш. Энэ зөвхөн үрд шүү дээ. Бүгд үрд. Хамгийн гол нь та гүйцэд идэх хэрэгтэй гэсэн. 1 минутын гарт юм байдаг. Насрах хэдэн зяхтэнс. Бүгін буфер айтайық деп едік, мына кісілерге гипноздан туралы сұрақ буфер. Сұрай берсін, қой берсін. Жан-жақты жұмыс жасауымыз керек. Сұрасақ неме етеміз ғой. Аудар үлгермей қалатын сияқты сезіп тұрған. За Катрина над дээр ховсонд орж байгаа тий. Катрина хоёлаа өнөөдөр ховстой байсан штэ. Яагаад холбогдсонгүй? Холбогдороо цаг аваад над дээр ороорой. Барханд орсон хүн гарах бол аргагаа гэргийн адам жигаамаа деген бүсрах бараг энэ отхогийн асуултыг асууж байна. Архинд орсон. Ойлгомжтой тэргүй яг архинаас ховсоор гарах боломжтой. Ховсч маань өөрөө тамхиа хайсан гэдэг ингээс үуч тий. Ховсын аргаар хоорондоо энийг солилцох эрсдэл байгаа юу гэж н алтаа аагийн яг пуфиарда бүр-бүрнээ энерги нь австрал болуудыг н риск бармаа гэж срадта да риск. Жоқ. Ишхан австрал. Нет. Алтаа аагийн асуултанд хариулж байна. Хоорондоо энерги солилцох эрсдэл байхгүй. Тэр группэр байсан ч гэсэн хоорондоо энерги солилцоод хүний муу энерги авах гэсэн тийм риск байхгүй, тийм эрсдэл байхгүй. Уруулж хазуулсан хүүхэд нас бие хүрсэн гişгэн дээрээс ит гав төстэй болгоно
бала үлкен болгон кезде би иттен қорқады. қандай психический өзгерістер болады деп та жаңағы итке ауыз алған бала. Иттерден қорқады. Ит Аха. жаңағы тісі бар жаңағы